обработка қалай бастаймыз? 10-та 10, сосын 5-та 5, сосын салатын жері дұрыс, сосын укол салып болғаннан кейін 4-пен 5-ші саусақтың арасында мақтаны бүйтіп аласың. Науқасқа не? Сендерге удобно. Қазір сендер өзіңнің рабочий местоларды дұрыстамасаңдар, сендерге қиындау. Бұл любой моментте қазір науқас деген шприцте көріп құлап қалады, құлап жатқанда мына жердің бәрі қолдың тепкісі бәрі ақтараттан кетер только. Оны алғанда біз не үшін аламыз бүйтіп? Терісі бүйтіп көтеру үшін да, бүйтіп салып үшін. Так, қараңдар. Бүйтіп саламыз, 45 градуспен саламыз. Сосын инен бәрін тықпаймыз, көріп тұрсыңдар ғой. 2-3-ті қалдырасың. Сосын қараңдар, на весу бүйтіп ұстап тұрмаңдар шприцті. Көрдіңдер ма? Мен қолымды қайқы салғанымда. И бүйтіп жайлап саламыз. Кәдімгідей зымыратып, слишком быстро, струйно салып жібермеңдер. Двушканы только подкожныйға. Салдыңдар.